Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұраханқызы. Бұл каналдың ішінде қалайдан Канаданың жұмыс визасын алуға болады дейтін көп тақырыптарды айтып кеттік. Бүгін соған қатысты тағы бір жаңа программды таныстыратын боламын. Бұл программның ерекшелігі ода уақыт шектемесі бар. Дәл қазіргі уақыттан бастап 2022 жылдың 9 айға шейін осы программа арқылы сіз жұмыс визасын алуыңызға болады. Сонымен бұл қандай программа? Біз бұрынғы видеолардың ішінде айтып кеттік. Канаданың ішіне келіп, колледж болмаса университет бітірген оқушылар мектебін программа бітірген соң 3 жылда 4 жылға шейінгі жұмыс визасын алуға болады деп. Ал бұл программға сіз Канада ішіне кіруіңіздің қажеті жоқ. Өз мемлекетіңізде тұрып, онлайн арқылы бір программды бітірген соң, өз мемлекетіңіз ішінде тұрып, Канаданың жұмыс визасына тапсырсаңыз болады бұл программа арқылы. Бұда бірнеше байқауға тиісті жері бар. Біріншіден, бұл мектеп міндетті түрде Designated Learning Institution болу керек. DLI-ға қатысты видеоларды айтып кеткенбіз. Әрқандай колледж, әрқандай университет болмайды. Бұл мемлекеттің белгіленген колледждер, белгіленген университетте талдауыңыз керек. Біріншіден, сіз мектеп талдаған кезде осыған қатысты DLI нөміріне қарай отыра, бұл мемлекеттің белгіленген мектеп ма, жоқ әлде емес па, соны білуіңіз керек. Бірінші. Екіншіден, бұл программа міндетті түрде кем дегенде 8 ай. Бұл жерде 8 қамтылмайды. Былай айтқанда 9-дан 2 жылдық программа болу керек. Үшіншіден, байқауға тиісті нәрсе, бұл программнан сіз бітірген соң қолыңызға degree, диплом, сертификатыңызды алып шығуыңыз керек. Төртінші, міндетті түрдегі бір шарты full-time study, толық күндік үйрену. Бұл айтқанда сіздің программыңыз толық бір аптасында кем дегенде 30 сағаттан артық ұзақтық программа болу керек. Бесіншіден, байқауға тиісті жағдай, сіз программды бітіріп, қолыңызда дипломыңыз бар, мектептің берген degree бар, мектептің transcript бар. Transcript деген сіздің нәтижеңіз болу керек. Одан сырт official letter from the school. Official letter деген мектептің жазып берген заңды түрдегі қолхат. Бұл хаттың ішінде аты жөніңіз, қайсы уақыттан қайсы уақытқа шейін бұл программаға кірді, программның уақыты, ұзақтылығы қанша, бұл жарты күндік үйрену ме, жоқ әлде толық күндік үйрену ме дейтін осындай информацияларды бәрін бұл мектептің қолхаттың ішіне жазылады. Бұл нәрселеріңізді бәрін алып, 180 күн, бұл айтқанда, қолыңызға диплом тиген соң 6 айдың ішінде жаңағы қызмет визаға тапсыруыңызға болады. Тағы бір байқауға тиісті нәрсе, бұл программға сіз тіл үйренуге, мысалы ағылшын тіл үйренуге, болмаса француз тіл үйренуге келген жағдайда, бұл программа арқылы жұмыс виза алуыңызға болмайды. Міндетті түрде бір specialized program, бұл айтқанда бір мамандық болу керек. Осы мамандықты торап арқылы үйрену, өз мемлекетіңізде, өз үйіңізде үйрену, бітіру арқылы жаңа айтқандай 6 айдың ішінде жұмыс визаға қайтадан өтініш беруіңіз керек, жұмыс визаны алуыңызға болады. Бұны PGWP программ деп айтылады. Сонымен мен өз жеке ойымда бұл бір өте жақсы программ деп ойлаймын. Өйткені сіз бұл Канаданың ішіне кіруіңіздің қажеті жоқ. Көп жағдайда үйренуге оқуға келген адамдардың мақсаты да бұл жерде жұмыс істейін, болмаса бұл жерде жартылай азаматын алайын деп осындай мақсат түрде кіреді көп адамдар. Әрине, өзін дамыту, шетелде барып көрейін дейтін ондай мақсаттарда жоқ деп айтпаймын. Сонымен бүгінгі программамыз осы жерге шейін. Сұрақтарыңыз бар болатын болса, комментарийға жазыңыз. Әлде айтарым, лайк басыңыз, комментарийға сұрақтарыңыз жазыңыз, өзіңіздің көзқарасыңызды жазыңыз. YouTube үшін бұл каналдың қажеті бар деп есептеледі. Сонымен сізбен бірге болған Анара Нұраханқызы, келесі кездескенше сау сәлемет болыңыз. Рахмет.